Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұп-жұмсақ, ең керемет тағамның рецептімен бөлісемін. Каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші біздер картошкамызды осылай қайнатып, бөлек осындай суын алып аламыз. Және де дайын болған картошкамызды, піскен картошкамызды осы суды құйып, жақсылап еземіз. Картошкамыздың ішінде ешқандай да ұсақтар қалмау керек, бүкілін осылай езіп шығамыз. Енді оның үстіне қантымызды саламыз, және де біраз қасық тұзымызды салып, жақсылап тағы бір араластырамыз. Енді оның үстіне жұмыртқамызды саламыз, оны да тағы жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамыздың үстіне ашытқымызды саламыз, яғни дрож салып жақсылап тағы бір араластырып аламыз. Байқаңыздар, біздің массамыз өте қатты ыстық болмау керек, себебі біздердің дрожжымыз пісіп қалуы мүмкін. Және де қолыңызбен көріңіздер, аздап жылы болуы керек. Енді дайын болған массамыздың үстіне ұнымызды електен өткіземіз, және де қамыр етіп билеп аламыз. Менің каналыма тіркеліп үлгермесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, және де жақындарыңызбен бөліссеңіздер. Сіздердің комментарий, лайк қалдырғандарыңыз мен үшін өте маңызды, сондықтан каналыма ұмытпай тіркеліп алыңыздар. Қамырымыздың үстіне сұйық май қосамыз, және де қамыр болғанша илейміз. Себебі біздердің қамырымыз қолға жабысатындай жұп-жұмсақ қамыр болуы керек. Қамырымыз дайын, илеп болдық. Енді жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болам дегенше, біздер ішіндегі салмасын дайындаймыз. Ол үшін біздерге осындай көк пияз керек болады, және де жұмыртқа, мен салмасына жұмыртқа қосамын. Енді алдын ала қайнатып аламыз. Енді осы жұмыртқаларымызды біздер бөліктерге бөлеміз.
Енді осы көк пиязымыздың үстіне және жұмыртқамыздың үстіне бұрышымызды тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын, әдемі болып көтерілді. Енді қамырымызды алып бөлшектерге бөліп бастаймыз. Біздің қамырымыз қолға жармасатын болғандықтан астына міндетті түрде ұн немесе май жағып алыңыздар. Менің бөлшектерге бөліп алған қамырларым 55-60 граммнан шығады. Енді осыны домалақтап суалайтып қоямыз. Дайын болған қамырымызды міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұқа да өте қалың да емес, аз мөлшерде ғана жұқартсаңыздар жеткілікті. Және де оның үстіне жаңағы салмамызды саламыз. Салмамызды да өте көп емес, біраз қасық жететіндей етіп саласыздар. Енді видеода көрсеткендей осылай бір-бірін біріктіреміз қамырымызды. Қамырды жақсылап осылай басын біріктіріп жармастырыңыздар, себебі қазір қуырған кезде ашылып кетуі мүмкін, сондықтан жақсылап бір-бірінің басын біріктіріп жармастырыңыздар.
Енді дайын болған қамырларымызды қызып тұрған майымызда қуырамыз. Әдеттегідей майымызды қатты қыздырып жібермейміз, себебі қамырымыздың ортасы біздердің піспей қалу мүмкіншілігі болып, сондықтан жай отта пісіреміз. Міне біздердің біреуі дайын болды. Қарап тұрғандарыңыздай пісірген кезде екі жағын бірдей етіп қызартып қуырып ала бересіздер. Енді дәмі деген өте қатты ұнады. Енді сіздерге де осылай пісіріп көруге кеңес беремін. Сіздерге де міндетті түрде ұнайды, сондықтан осылай да пісіріп көріңіздер. Біздердің пирожкилеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдем болып шықты. Жұмсақ болып, іші де әдем болып пісті. Сіздерге де осылай пісіріп көруге кеңес беремін. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Және де достар, келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.